Сәлем достар, қайтадан мазалағанымызға кешірім сұраймын. Және айттым ғой, мына программам бар, онда көрсетсем жақсы болады дегенімді. Соны енді көп ұзатпай көрсетіп көрейін. Қазір қолымда, сол қолымда телефон ұстап тұрмын, алдымда планшет және пернетақта. Қазір соларды көрсете бастаймын. Қолымда енді планшетімді. Мынау алдымда тұрған планшет. Көріп тұр ма? Планшет осындай 60 мың теңгеге алғанмын. Сондай планшет тұр. Мына жерде экран, ол және ертөстіктің енді меню, бұл жерде программа ертөстік ашылып тұр. Мына жерде енді пернетақта. Мен оң қолменен теремін, ар жағында, мына жақта шығады, соны көреміз. Солай. Ол не істей алады? Бірінші біз аламыз. Мен мына жерде ашамын бұл файлды. Бұл жерде бар абай жолы. Абай жолы көріп тұрсыз ба? 3 күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне дегенде. Қазір аламда оны латын әріпке ауыстыра салам. Мына жерде таңдаймын, латын әріп болсын дегенде. Алады да қазір аударуны бір басамын. Болмай жатқан. Шыватыр. 3 күндік бүгінгі соңғы күніне деп көріп атсыз ғой, латын әріпке ауыстыра салды. Демек, қазір Кирилл менен егер бір кітап жазылса, қазіргі бар болған әріптер, ол латын әріпке көшіре салу оп-оңай. Енді латын әріптердің енді қазір бұл жерде деңгейлері бар, айттым ғой, деңгейлер деп. Неке, енді мынау кішкене қарапайымдау, аздау нүктелері бар, аздау. Не болмаса тағы да бір кішкене түрктерге құсатып жасағаным бар. Бұл жерде жөні семенен көрсететін. Енді мүмкіншілік көп. Бұны мен өзім жасағаннан соң өзгерту өте оңай. Бұл енді бір дәлел қалай Кирилл әріптер латын әріпке көшіре салу болады дегенде. Бұл енді істей алады, ол ертөстік ешқандай қиналмай істей алады. Тек қана не бұл жерде тек қана айтатыным, ол бұнда программалар істеп атқандар, жасалынып атқандар бар. Менен де басқа көп керемет нететін өше салады. Бұл жерде осындай, басқасын көрейік. Қазір біз латын әріппенен тереміз, ана жерде бізге Кирилл әріптер өшіп қалды. Алдымда қазір латын әріпті қойдым, Кирилл әріп шықсын. Егер мен латын әріптеден сәлем деп терем. Сәлем достар деп қазақ ел деп айтып. Қазақ ел деп жаздым. Көріп атсыз ғой, латын әріппенен. Енді бұны аудара салсақ, сәлем қазақ ел. Көрдіңіз ба? Белгілерді өзі қоя береді. Бұл енді осындай күйде. Не болмаса, бұдан да басқа, мысалы, күй осыны өшірсем, қазір жазам. Қазақ сөздік деп жазайын. Қазақ ба деп жазып атын, кешіріңіз, ба. Қазақ. Көрдіңіз ба? Жазып атырым, көрінбей тұр ма? Қазақ сөздік деп жазайын.
болмаса сөздері. Көріп жатсыз ғой, мына жақта теріп жатырмын латын әріппенен, ар жақта кирилл әріптер шыға беріп жатыр. Өлерді, қиларды, әларды өзі қойып жатыр бұл программа. Басқасында мына осындай қолменен шыққанмен жасайын. Одан да басқа, мысал өшіре салып, көрмей жатырмын, өшіп. Мен мына жерде пернетақтадан бір сөздері теремін, ал мына жерде бірден шығады. Ол мынау кішкене көрінбейді, бірақ та бұл драйвер ретінде істеп жатыр қазір. Бір сөзді алайық, қандай сөзді, мағлұмат дейміз ба? Мағлұмат деп қайтып жазады. Так. Төбеде. Бұл кирилл әріп шықпады. Мінекей. Б. Ыңғай. Бұл жерде байқап атқан жоқсыз. Мен қазір кирилл латын әріппенен теріп жатырмын, а ол бірден шығарып жатыр кирилл әріптерді. Осындай программа бар. Мәселе бұл жерде енді керемет программада емес мүмкін. Бұл жерде енді принцип және дәлел. Мен 20 әріппенен теріп жатырмын, 28 біздің дыбыстарымыз шығып жатыр. Демек, 20 әріппенен де жаза беру болады, және функционал сондай байланыс бар, тікелей әріппенен, 20 әріппенен де жаза беру болады деген мына жерде бір дәлелді көрсетіп жатыр. Жарайды, сол мен қиналып жатырмын бір жағынан, өйткені қолымда талды телефонды ұстауға. Мынау сіздерге де ешкімді қарап атқанда жоқ секілді. Дәл қазір кейін мүмкін біреу қарар, көріп атсы, шешілді. Мынау латын әріппенен жазу қазірден бастап бола береді. Программа бар. Сіз кирилл латын әріппенен жаза береміз, 20 әріппенен, ол 28 сіздерге қазақи дыбыстарды шығара береді. ФВ керек болса, ФВ-ні қоса салу болады, өзгерту болады, және де дәлел. Ол программа болмаса да, қазір бұны сіз латын әріппенен жаза береміз. Өйткені тікелей бірге бір байланыс бар, функционал байланыс. Түсесіз ба? Ережелер дайын болып тұр, сіз жазасыз, ол қатесіз болып шыға береді. Енді деп мынаны қосайын, жазып кішкене көбірек жазайын. Енді дегенде бұл керемет, мысал, бұл керемет. Емес пе? Достар. Достар дегенде, тағы да бір сөз қалай? Өтені қосасын, өте. Көрдіңіз ба? Өні өзі қойы береді. Бұл дәлел, теория жағынан да дәлел, 20 дыбыстарымыз бар, 20 әріппенен оны жеткізу болады. Бізде 20 дыбыс деп теория жасадым. Оны 20 әріппенен жеткізу болады дегенде көрсетіп жатырмын. Программа бар, қазірден де бастап қолдана беру болады. Және де егер программа болмаса да сіз жаза бересіз. Басқа кім керек болса, оны ауыстыра салады. Сонда ережелер бар. Бұл енді жаңалық деп айтып болатын еді. Мен өз-өзімді мақтау емес. Бұл жерде кім болса да, шынымен айтса да, кім болса да шын жүрекпенен, егер басқаға мән бермесе, қазақтар өзіміз осындай болсақ, кім не деп жатыр, қалай ойлап жатыр, өзімізге істейтін нәрсені өзіміз істеуіміз керек. Бұл жаңа тәуелсіздіктің бір көрсеткіші.
тәуелсіз адам өз алады да істей береді, басқаларға қарамайды. Кім қалай ойлайды, Вася ма, Джон ба, Джеки Чан ба, дегенде оларға қарамаймыз, өзіміз істейміз, өзімізге керек нәрсені жасаймыз. Яма, тәуелсіз дегеніміз сол. Неке сонда осындай нәрселер шыға береді. Сіздерден де, егер осылай пікірде болсаңыз, еліктемей басқаларға, мен байқасаңыз, мен сөйлегенде, қаншама қиналсам да, қазақ тілде сөйлесуге тырысамын. Сіздер де енді менен де жақсы сөйлейтіндер, сөйтіндер. Әйтпесе орыс тілде сөздерді қоссаңыз, сіздің ақылдарыңыз дұрыс істемей қалады ар жағында. Енді ақыл дұрыс істемегеннен де сон. Өзіміздің әріптеріміз болға тиісті, өзіміз қарастыруымыз керек, және өзіміздің әріптеріміз болады. Мына сөйлеу болады дегенде өзіміздің қателеспесін әріптер болады. Енді мен ана жақта қателессем бір тергенде көрдіңіз ғой, әпедемі. Солай, жарайды, сау болыңыздар. Бұл енді мен семинарға, ғылым академияға, мен осыны 5 жыл бұрын айтқаным, істегенімді біраз болды. Ғылым академияға, Байтұрсын институтқа да талай рет бардым, көрсеттім да, айттым да, мені ертең шақырамыз, осылай шақырамыз деп, ешкім қабылдаған жоқ, тек қана о жаққа барған жоқпын, басқа жерде жүрдім. Енді бұйырса, мен білім министрге жаздым қатты. Осылай мен ешкім қабылдамай жатыр. Байтұрсын институтқа олар хат жазды. Енді Байтұрсын институт содан ба, әлде басқа себептен Алланың қалауыменен семинарға шақырамыз, мені шақырамыз деп айтты. Мен оларға жаздым. Тезистерді жаздым семинардың. Қазір не дейін? Осылай қазақ әліппе. Қазақ әліппе. Көрдіңіз бе, қазақ әліппе? Егер қазақ әліппені терсеңіз Фейсбуктан, соны менің парақшам бар, о жақта көбірек мағлұмат аласыз. Ема? Енді ойыңыз қандай болса қосыңыз. Өйткені менің ойым болды, қағидаларды 5 жыл бұрын қағидаларды қойғанда, мен бірінші, енді о жерде тұр бірінші деп, ол елменен бірігіп, мен елменен бірігіп жасағым келді. Енді мүмкіншілік болса, бұның әріптерді былай қарағанда біреулер айтады, бұл өткен 5 жыл бұрын, ол Mail.ru-дікі, Mail.ru жоқ, бұл WhatsApp-тың әріптері емес пе? Бұл ел жасап атқан WhatsApp-тың әріптері. Мен де сол елдің біреуін бірге жасадық деп айта аламын. Елмен бірге деп жасап атырмыз. Ой қосыңыз, бөлсіңіз, нені түсінбедіңіз, нені қандай сұрақтарыңыз болса. Бұл енді мағам да маңызды, сізге де жақсы болады, өйткені бірігіп жасаған жақсы, бірігіп. Көрдіңіз ба? Мен енді шығайын деп атырмын. 5 жыл бұрын мен тапалып жүргенмін, 5 жыл бойы дегенде. Ешкім тыңдамайды, менікі дұрыс емес деп ойлағанмын. Қазір енді ғана шығып атыр. Оның өзінде де семинарға қайтып, мен көрдіңіз ба, тілімізді онша емес, тіл маманда емеспін. Айтпақша мен программист та емеспін. Осы программаны жасаған, мінеке мен мына жерде тұр программа. Мінеке осы менің не жазғанымды. Осы программа жасау мен үйрендім биыл. Қыстай отырдым, күні-түні айтып атқаным, 90 килограмм болдым, 55-ке түстім. Бірақ та енді нәтиже бар. Оған дейін теорияменен, қағазбенен, сөзбенен көрсеттім. Енді мынау дәлеліна программаны жасадым. Енді шығар. Өзіміздің әріптеріміз. Бұл жерде қараңыз, мен айтып атқан жоқпын, бір 20 әріп болсын деп. Мен дәлелдеп атырмын, 20 менен де жаза беру болады. Және менің ұсынғанымыз
20 менен де жазу болады, 28 менен де жазу болады, 26 менен де. Керек болса 30 менен де жазу болады. Бірақ та жүрегінде, өзегінде, қақ ортасында 20 әріппенен қазірден бастап ешқандай ешкімнің үкімінде қашан бір бізде рұқсат береді емес, сіз жаза бересіз. Негізде министрге де осылай жаза беру болады. Онда бір программа тұрса, не болмаса өзіңіз ауыстыра саламыз. Балаларда ар жағынан ағылшын тіл кетті, ағылшын программа жасау, ағылшын физика мақамалары бәрі кете береді. Және өзіміз жасадық. Мен өзім жасадым деп айтқым болады, өйткені бұл жерде қалай, неге мен өзім жасадым деп жатыр. Менде ренжу бар ба кішкене, өйткені ешкім қаламады. Өзім дегенде әркім жасайды деген сөз. Әркім егер басқаға еліктемесе, тәуелсіз шынайы болса, істей береді. Мықты боламыз. Негізде біз мықтымыз. Әріппеніміз де бұқты. Бұл программның аты ертосик. Неге деп қойдым? Ертосик дегенде ол сондай, енді батыр болған. Көріңіз, ол жерде енді достары да болған. Ол қандай батырлықты көрсетті, қаншама қиыншылықтармен осы программа сол ертосиктің атыменен аталған. Ертосик дегеніміз мен бала кезімде ең жақсы көретін ертек. Ол ертекте емес секілді аңыз болып тұр. Сол біз женіп атырмыз. Басқаларға кім қалай ойлайды қарамай, өзімізге лайықты істейміз. Енді маған тілектес болыңыздар. Мен сол осы директор келуге тиісті. Қазір Астана тұр, Байтұрсын академияның тіл институтының директоры. Сол келсе, айтады қай күнде семинар. Сол семинар бар болғанда айтамын, қазақ әліпбиге жазамын. Осы Фейсбукта келіңіз, сіздерді қараңыз. Менің тіліміз шолақ болса да, бірақ та жеткізуге тырысамын. Жақсы, сау болыңыздар.